башыркен иісін-ай. Бұл шөпті қазақта матрошка деп атайды. 7-ші ай, 8-ші ай кезде теріп алып, көлеңкеде кептіріп, шай орнында қолданса, асқазандағы әртүрлі гастрит, қызару, асқазан қабының ауруларын емдейді. Асқазанның тамақ қорыту қызметін жақсартып, асқазанды қуаттандырады. Осы матрошка шөбі біздің қазақ даласының кез келген жайлауында өте көп өседі. Өзі гүлі де әдемі, иісі де әдемі. Осы шөп біздің кәусар шайының ішіне қосылады. Шайдың ішінде бар. Кәусар шайдың ішінде негізі 12-ден артық түрлі емдік шөппен жасалынады. Асқазан ауруларын емдейтін шай. Күнделікті таңертең үзбей ішіп жүрсе, кез келген асқазан ауруын емдейді.